Ассаламалейкум, құрметті оқырмандар. Мен қазір бұрынғы екі өзеннің арасы Мәуереннахр, қазіргі Өзбекстан, Бұхара тарихи өлкеге келдік. Соны сіздерге таныстыратын боламын. Ал кеттік. Имам Бұхари деген машалла тақуа кісілердің бірі ғой. Осы имам Бұхара қаласынан шыққан деп ойлаймыз енді өзіміз. Мінекей біз Бұхарадағы тарихи өлкеге келдік. Бұл жер мешіт болған, мұна мұнара деп атайды екен бұл жерді. Байқасаңыздар, Өзбекстанда тарихи жәдігерлер өте көп. Біздің Қазақстанда, Түркістаннан басқа жоқтың қасы. Неге мен оқыған тарих кітапта Әмір Темір біздің жаулап алған кезде тарихи жәдігерлердің көбісін қирап тастаған екен. Соған себепті бізде жоқ деп ойлаймын. Негізі біздің де елде тарихи жәдігерлер болмау мүмкін емес. Біздің тарихымыз өте бай. Қай ғасырды бейнелеген екен. Қылыш, мылтық, қылыш, ханшайым-ау деймін негізі. Музейма сатылып жатыр мыналар. А? Понедельник базар бізде. Баяғыны музыка аспаптары оны музыка қой. Так, мына баяғы механический сағат сатылады деген. Қай жылғы сағаттар бар? 300 мың? Теңгемен қанша болады? Теңгемен? Май құяды ау деймін бұған, ә? Бұл тарихи ма бұл? Ескі ма? Тарихи өлкені қолданысқа беріп базар. Тамаша жер екен. Ауа райы жылы, өте жылы. О, аяқты қазір өлең айтады қазір. Qarba babam kelmoqda, sovg'a salomi bilan, xotir yonimda. Мінекей Бұхара қаласына тарихи жәдігерлерді көрдік. Имам Әл-Бұхари, Алла ол кісінің рахымына бөлесін. Зияратын көрейін десек, ол кісінің зияраты ол неде екен? Самарқандта екен, Бұхарада емес екен. Сонымен көрдік, тамаша, ауа райда тамаша. Бүгінгі экскурсиямыз аяқталды. Таңғалатын жері тек қана тарихи жәдігерлерді жақсы сақтап қалған екен. Ұнаса лайк, коммент міндетті түрде.